get respect up on the street. Барлықтарыңызға сәлем, мен Питер. Бүгін мен сіздерге өмірімдегі ең қызықты сәтімді айтатын боламын. Ол әрине Путинмен кездескен кез. Ол кез өте қызықты болды. Мен Конорға жақтастым, ал Путин болса Хабибке жақтасты. Екеуміз осыдан дау шығып, екеуміз төбелескен болатынбыз. Бұл оқиға былай басталды. О, боже мой, президент Путин, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Сіздің ақымақ күйеуіңіз әлемдегі ең мықты UFC ол Конор депті, мен Хабиб екенін дәлелдейтін боламын. Сенің шаруаң бітті. Оған көрсет Конордың кім екенін. Біз саған сенеміз. Сен мына мен ұрдың ба? Қазір көрсетем. Жау аяқтың соққысы. Осақ па? Сосын мен оны бай ордымда оңғымен көтеріп қалғым өткен жеге құлапсыз. Мен Владимир Путиннен ешқашанда қорықпаймын. Сәлем, сен мен шақырдың ба? Сен мені ойлағандай емес екенсің. Сен жақсы жүргісің. Давай екеуміз бірге дос болайық. Рахмет, Путин. Мен журнал оқымаймын, мен газет оқымаймын, да тіпті десең кітап та оқымаймын. О, белгілер сәйкес келеді. Мен де сондаймын. Давай екеуміз бірге қыдырып немесе атқа мініп серуендеп қайтайық. Тағы не? Менің атқа мінгім келеді. Жарайды, тағы кім барады? Білесіз бе, мен не жақсы өлетімді? Мен мұнандай ыстық күнде көйлегімді шешіп қойып жүргім келеді. Осындай күнде күннің ыстығына не жетсін? Ал білесің бе, Питер, сен жақсы достың. Доспыз ба? Доспыз дегенде орысша не дейді? Орыс тілінде оны друзья дейді. Онда сен менің другымсың. Мен атқа мініп серуен дегеніне рахмет. Ол кез қызық болды, бірақ мен үйіме қайтуым керек. Бірақ сен менімен бірге Россияға баруың керек, маған дос керек. Россияға қош келдің, Питер. Россия сондай әсем, көркем қала екен, тіпті десең қыздары да сондай. Ханымдар мен мырзалар, сіздермен UFC. Бүгін біз Путин мен Питердің жекпе-жегін көретін боламыз. 10 бұрыштан шығатын Путин. Ал сол бұрыштан шығатын қарапайым адам Питер. Жетер. Жан, сен мұнда не арысың? Саған менің айтарым бар, саған бокстасуға болмайды, себебі сен бұрында соғыс шек болғансың. Менде басқа жолы бар. Билейміз ба сонда? Сондай секілді ғой. Да ладно. Прохладно. Прохладно всегда. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street.